Иманғали соғысқа қазақ баласын апарама дейді. Ивангали депсіз ғой. Ивангали атышулы мәлімдеме таратыпты. Мен тұрған елге Еуропа шабуылдаса, біз айтеміз, бүйтеміз деп. Бұл өте жақсы мәлімдеме болды. Біріншісі, Иманғалиға табынатын, оның тайпашылдық аурумен ауыратын тайпаластары бар. Енді солар оның 1000 жерінен тайпасы бір болса да, заты бір еместігін, оның қазақ мүддесі үшін емес, Путиннің мүддесі үшін істейтінін, Путиннің басыбайлы кесік құлақты таңбалы құл екендігін білді. Ивангалидің бұл мәлімдемесі тайпашылдықпен, рушылдықпен әлі 1000 жылдың алдындағы ескі аурумен ауырып жүрген, әлі орта ғасырда қалып қойған ескі қазақтардың көзін ашты бір. Екіншісі, Иманғали кезінде мына Алматының, Астананың әкімі болғанда, мына сәбет сасыған ақын жазушылардың, мына адам оқымайтын, ит искемейтін кітаптарын бюджеттің ақшасымен шығарып, әлгілерге сәбеттің ит сасыған, мысық сасыған, қаңырап қалған үйлерін беріп, әлгі кітап жазғыш, қағаз кеміргіш, қалам тістегіштердің бәрі Иманғалиды қолдан құдай жасады. 2. Сондықтан Иманғалидің бұл мәлімдемесі оның кім екенін, ол қанша айтқанмен орыс тілді биліктің ішінде қазақ тілді бір қазақ болды сол кезде. Ол енді қалың қара қарғаның ішінде бір ақ қарға сияқты болып көрінді де, бірақ бәрібір оның тегі қарғы еді. Ол өзі айтты, я продукты Назарбаева деді. Ол Назарбаевтың продукты. Жаңағы орыста бір мақал бар ғой, жаңағы яблоко недалеко яблочный дей ме, не дейді, мен өзі орысша білмеймін. Learn languages by watching. Мағынасы алма ағашынан алысқа түспейді дейді, балта сабынан озбайды дейді қазақша. Мен орысша білмеймін, кешіріңіздер, орысша білмеймін де, үйренбеймін де, үйренгім демейді. Бұл енді өзі сәбет сасыған комсомол, сәбет тәрбиесін көрген есек бас, Назарбаевтың жаңа іріп шірген командасынан шықты. Назарбаев отыр десе отырды, тұр десе тұрды. Сосын ана Рахат Әлиппен Дариғаға талысты. Ана Дариға деген ана албасты кемпір оның көзіне қыз болып көрінді. Сосын Рахат Әлип екеуі қызғанда ию болды. Сөйтіп жүріп Рахат ең соңында өлді. Ол Дариғаны Назарбаев анау болды. Қысқасы көп әңгімені өздеріңіз білесіздер. Сөйтіп жүргенде бұл ана қызын, күйеу баласын байытты, шірітті. Сөйтіп жүргенде бұл ахоқ дейтін сопы зікіршілерді өзіне саяси партия қылып жасақтай бастады. Назарбаев оны біраз пайдаланды. Мысалы, шаңырақ оқиғасын Иманғалидің қолымен жаныштады. Арон Атабекті Иманғалидің қолымен соттады. Иманғалидің қолымен, мысалы, Алматыда біраз былықтарды істеді. Сөйтті. Сосын бұл сопыларды алып келді. Мынау кім деген анау Алматы қаласының орынбасары әкіміне дейін көтерілді ғой, анау бір азаттықта істеген бір ғалым Боқаш деген жігіт болды. Ол Ауғанстанда қаңғыл істеп жүрді. Ол да негізі Сәбеттің КГБ-сы, 78 жылдың жігіті, шығыстың қазағы. Сөйтіп ол КГБ қаңғып жүрді да, Ауғанстанда жаңа қоңыз теріп, қайыр тілеп жүрген Сметолла Мақсум дейтін зікіршіні алып келіп, пулемет асынып жүрген жерінен, далбаң-дұлбаң ет, сақалы биттеп жүрген жерінен Алматыға келіп, шампунмен жуып, сақалын бірден теріп жаңағы. Содан оны зікірші сопылардың пайғамбары қылып Қазақстанға әкеп қойды. Оның артынан сол Рақат Мамырбек, Санжар Керімбай, Абзал Құспан, Сәуле Абылдақан деп біраз әзірге ахоқ дейтін зікіршілер кетті. Оның ішінде мына Мұхтар Шахановтың бас хатшысы болып жүрген анау кім кетті не біреу. Мұхтар Шахановтың бас хатшысы болып жүретін, қасында жүрген біреу бір сопыша киініп алып жүретіндер кетті қысқасы. Сөйтіп кетті. Иманғали сол Қазақстанға сол зікірші сопы дискотекашыларды алып келді. Енді бұны көп адам өзінше бір жақсы көріп жүрді. Тайпашылдықпен ауыратындар жаңағы. Кітабын ит искемейтін сәбетский ақын жазушылар, оның кітабын шығарып беріп, үй бергенге жақсы көріп жүрді. Бірақ анығында оның ұлттың жау екендігін көрсетті. Енді содан бүкіл қазақ соғысқа барып арам өлеміз бе деді ғой. Сөздің үшін 15 күнге қамалып ереуілге шықсаңшы енді. Жоқ енді алдымен ереуілге шығып, сосын 15 күнге қамалшы десек, ереуілге шықпай жүрген қазақ енді сенің 15 күн қамалғаннан, Алматыға ереуілге шыққаннан қорыққан ұлыңды енді алдыңғы шепте соғыс қайдайды, Иманға қорыққан ұлыңды енді алдыңғы шепте соғыс қайдайды, Иманғали енді өстіп халықтың құлағын үйрете бастады, ақырын халықтың құлағын үйрете бастады. Енді өстіген кезде аяқ астынан
Алматы қаласында әуежайда пышақ ұстаған бір террористтің спектаклін қойды. Ол шоу. Ол шоу. Неге? Иманғалидың жаңағы сөзінен халық бір тіксінді. Халық біз соғысқа бармаймыз деп қатты тіксінді. Кім өзінің ұлын ана жерде ет турағышқа жібереді? Ол ет турағыш. Илон Масктың өзі айтып отыр, ет турағыш. Екіншіден, Иманғалидың қолында әскери билік бар екендігін халық біліп қоймасын. Тіпті кем дегенде оның тайпаластары соған қарай құлап кетпесін деп, халықтың назарын басқаға аудару үшін Тоқаев Алматыда сөйтіп пышақ ұстаған терроризмді шоу спектакль қылып көрсетті. Енді баяғыда ана бір есек басқа анаша шектіріп, мына бір есек бас әншіні қатынымен соғыстырып, ажыратып, ана біреуді бүйтіп, өткенде біреудің ашамайын ұстап қойды деп қамайтын шоулар өтпей қалды ғой. Енді сөйтіп аяқ астынан енді пышақ ұстаған террорист шықты. Бұл билік арамызда. Алдағы уақытта бір террористер шығып, тіпті бір үйді жарып жібере ме, өртеп жібере ме, сондай спектакль ұйымдастырады. Себебі барынша халықты таңырқату керек, халықтың назарын басқаға аудару керек. Мысалы, пышақ ұстаған шоу екендігін халық біліп масқара болып жатыр. Мақсат не? Бір халық қатты тіксінді, екіншісі халық Иманғалиға бет бұрып кетті ма деген Тоқаевтың шошу. Неге? Иманғали Тоқаевпенен бәсекелес. Путин бұл Тоқаев та Иманғали да Путиннің екі күндес тоқалы сияқты. Екеуінің де байы Путин. Бұл екеуі сол Путиннің жаңағы күндес тоқалы сияқты. Тоқаев сөзін тыңдамай Ши Цзиньпиннің қойнына көп жатып кетсе, Путин Иманғалиді көбірек үргізтіп қояды. Яғни екеуі де Путиннің иті, былайша айтқанда. Екеуі де қазақ халқының жауы. Тағы қандай сұрақтар бар?